Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты дайындаймыз. Ол үшін бізге адам санына қарай ет қажет болады, майы шығу үшін сүйек және де қазы қажет болады. Етіміздің үстіне салқын су құйып, үлкен көлемді оттың үстіне қоямыз. Біздің суымыз қайнағаннан соң отты бәсеңдетіп, көбігінің барлығын жинап алып тастаймыз. Біздің етіміз кемі 2-3 сағат баяу отта пісуі қажет. Қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 1 шай кесе су, татымына қарай тұз қажет болады. Қамырымызды қатты қылып илейміз. Кез келген суда пісіретін қамырға біздер жұмыртқа қосып, қатты қылып илесек, сонда біздің қамырымыз езілмей әдемі болып түседі. Қамырымызды 10 минут салафанға қойып, демалтып аламыз. Сосын қайтып аламыздағыны бір илеп жіберіп, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз икемді болып әдемі жайылады. Осы аралықта картоп сәбізімізді ашып дайындап қоямыз. Біз бұны ет пісуге 45 минут қалғанда салатын боламыз. Осыдан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Оқтаудың 2 шетін баса отырып жаямыз. Сонда қамырымыздың ортасы жұқа, шеті қалың болып қалмайды. Біздің бешбармағымыз дәмді болу үшін тұздықтың да алатын орны ерекше. Ол үшін біз бір пиязымызды, яғни өздеріңіз қалаған мөлшерде пияз алсаңыздар болады. Мен 2 пиязды қолдандым. 2 пиязды тураймыз, ортасынан бөліп, және де дәмі тағы да дәмдірек болу үшін бір қазанақ қосамыз. Сонда біздің тұздығымыз ерекше дәмді болып шығады. Қалағандарыңша көкөніс қолдануға болады, мен де укроп қолдандым. Тұздығыңызды 10-15 минут баяу отта қайнатып, пиязымыз еріп кетпейтіндей, яғни өлгенше пісіріп аламыз. Енді етімізді сүзіп алып, қамырымызды бір-біріне жабысып қалмас үшін, дара-тара болып түсу үшін бөлек-бөлек саламыз. Және де арасын қозғап тұрамыз, кішкене салып жатқан кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қақпағын жауып 4-5 минуттай қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымызды сүзіп алмастан бұрын салқын 1 кесе су құйып жібереміз, сонда біздің қамырымыз езілмей әдемі болып түседі. Тұздығымыздың майлы жерінен алып, дәл осылай қамырымызды майлап аламыз, тұздығымызды себеміз. Біздің бешбармағымыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Каналымызда алдағы уақытта көптеген пайдалы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Етімізді турап немесе турамай бүтіндей салып беруге болады. Ас болсын.